Қайырлы күн, бүгін сіздермен дайын қамырдан қатпарлы дәмді самса дайындайтын боламыз. Өте оңай дайындалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен салмасын пісіріп аламыз. Табамызға аз ғана өсімдік майын құйып, 2 пиязымызды осылай майдалап турап, жартылай пісіріп аламыз. Үстіне 400 грамм тартылған етімізді салып, оны да жартылай қуырып аламыз. Дәміне қарай аз ғана тұз және де қара бұрыш қосамыз. Жартылай піскен кезде салмамызды астын өшіріп суытып аламыз. Салмамызды алдын ала дайындап алсақ, самсаларымыздың беті қызарған кезде бірден ала береміз. Дайын қамырымызды бөлме температурасында жібітіп аламыз. Екі жақ бетін ұнға аунатып, осылай дөңгелек формада жайып шығамыз. Мен барлығын бірден жайып алдым. Біртіндеп жайып алсаңыздар да болады. Осылай жайылған қамырымызды алып, біраз қасықтан немесе қалауыңызға қарай салмасын саламыз. Салмасын міндетті түрде суытып саламыз. Самсаларымызды бүгіп, табамызға орналастырып шығамыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Алда сіздермен ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар. Табамызға самсаларымызды орналастырып шықтық. Бір жұмыртқаны жарып, бетіне жағып шығамыз. Қалауыңызға қарай тымен, мак, күнжутпен әсемдесеңіздер болады. Барлығы дайын болғаннан кейін алдын ала қызған пешімізге 190 градусқа 25 минут пісіріп аламыз. Ас болсын.